بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Біз пайғамбарымыздың есімдерін баяндаудамыз, сипаттарын айтудамыз, жалпылама түсіндіріп беруге тырысып жатырмыз. Пайғамбарымыздың келесі сипаты, келесі есімі десек болады. Сол сипат арқылы біз пайғамбарымыздың кім екенін түсінеміз. Сипатын түсіндірумен. Сонда сипат пайғамбарымыздың болмысын түсіндіріп береді. Бұнда сипаттар көп, есімдер көп. Сонда пайғамбарымыздың есімі көп болумен ол пайғамбарымыздың заты болмысы шарапатты екенін түсінеміз, немесе түсінуге болады. Оған дәлел бізге жақын, жүрегімізден орын алған, сүйікті болған, жанымызға айналып кеткен, тәніміз одан ажырай алмайтын заттар болады. Мысалға анамыз жүрегімізге жақын, дүниеге алып келгендіктен, мейірімділіктің көзі болғандықтан, тәрбиелегендіктен, барын бергендіктен анамыз бізге жақын. Сол себепті жақын болған, қымбат болған, махаббатқа лайық болған анамызды біз ана деп бір сөзбен атамаймыз, бір атаумен атамаймыз, бір есіммен атамаймыз. Бәлкім анамызды біз әрбір жақсылыққа теңей береміз. Ана деген Алла жаратқан, мейірімнің көзі болып келген анамызды біз қаншама атаумен атай береміз. Неге? Себебі анамыз қымбат болғандықтан. Демек, заттың атауы көбейгендігі, көп болғандығы неге дәлел? Сол заттың құрметті екендігіне, кемел екендігіне, сүйікті екендігіне дәлел. Міне пайғамбарымыздың 200-ден астам сипаты бар, есімі бар, 1000-ға жоқ сипаты бар дедік, есімі бар дедік. Келесі сипаты, есімі Сайидуна Хафиюн. Хафиюн дегеніміз барлық шарапатқа, артықшылыққа, құрметке, сондай-ақ тағзымға лайық деген сөз. Әлбетте оған ешкім қарсы келіп жатпайды, таласпайды да, әрбір құрметке, шарапатқа ие ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Келесі сипаты Сайидуна Афун. Афун дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кешірімділігі, яғни кешіруші. Афун, көрдіңіз бе? Алла тағала елшісін қалай қылып қойды. Сонда Алладан артық кешіреді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Алла кешіруші болған болса, Алланың кешірімді екенін мен қалай түсінемін, қалай оған жетемін, Алла кешіруші екендігін, кешірімді екендігін. Пайғамбарымыз тұратын жерде кешірімді болып. Мен кеп сұраймын, бұл кісі қалай кешірімді? Пайғамбарымыз айтады, жоқ, мен олай өзіндігімнен болған жоқпын, бәлкім мені Раббым солай жаратқан деп Аллаға ишарат етеді. Сонда мен пайғамбарымыздың адам бола тұра сондай төзімділігін, кешірімділігін көре отыра, Раббым, сен адамсың, мен оны көрдім. Алла елшісің, ерекшесің. Арамызда сен төресісің. Оған иман еттім дей тұра, сені бізге Алла мейірім қылып жіберген. Алла болған болса, сен осындай сипатқа ие болып, кешірімді болып тұрсың. Онда Раббымыз қалай кешіреді? Раббымыздың кешірімі қалай? Деп Аллаға айтам да. Міне сонда пайғамбарымыз миссиясын орындады ма? Миссиясын орындады. Демек пайғамбарымыз кешірімді, кешіруші. Оған қаншама адам тізесін батырды, қаншама адам тас лақтырды, қаншама адам мойнынан алып жұлқылады, қаншама адам. Бірақ сонда да олардың барлығын кешірген. Тіпті білесіздер ме? Пайғамбарымыз сізбен бізді де кешірген. Қай жағынан? Айтқан жоқ, мен үмметімді кешірдім де. Жоқ, ол кісі былай айтып кетті. Сендер менің Алла құзырындағы, Алла берген мәртебемді, қадір қасиетімді білмейсіңдер, немесе білсеңдер де оған сай ақысын беріп, өтеп бере алмайсыңдар. Сол себепті мен Раббымнан, өзімнің ақымды үмметімнен тиісті болған ақымды алмай ақ қояйын Раббым деп не істеген? Бізге кешірім еткен, мейірім еткен. Демек өзінің ақысын түсірген. Неге? Үмметіне деген кешірімі, үмметіне деген жұмсақтығы, үмметін қинағысы келмеген. Ал пайғамбарымыздың дәрежесі, мәртебесі
қадір қасиеті Алланың құзырында, Алла оны солай көтерді, өте жоғары. Міне соның өзінен не істеп тұр, былай айтқанда түсіп тұр ғой, түсіп беріп тұр. Үмметім аман болса болды, маған ондай құрмет, шарапат қажет емес деп. Баршамызға мәлім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Таифқа барады, жәрдем сұрап, қасында Зайд ибн Хариса болады. Бір айға жуық жүреді, бірақ үміттенгендей, амал әрекет жасағандай Таиф халқынан, таифтықтардан жәрдем алмайды. Олар таспен атқылап қуып шығады. Міне сол арада жасаған дұғасы міне. Адам боп, адамгершілікпен кеп, олардан адам деген атауы бар ғой деп жәрдем сұрап кеп тұрса, олар пайғамбарымызды және қасындағы сахабаны таспен атып қуып шығады. Сондай сәтте күйде тұра кешіріп тұр да. Сол сәтте айтқан дұғасы: Аллахумма ихди қауми фа иннахум ла я'ламун. Міне білмейді. Ей Раббым, Аллахым, жаратқан ем қауымымды деді. Мына қауымды деген жоқ, ана қауымды деген жоқ, мына жаратқан құлдарыңды деген жоқ. Қалай сөйледі? Дұғада келген, хадисте баяндалғандай, ешбір өзгеріс енгізіп жатқан жоқпыз, асармалап та жатқан жоқпыз, қосып та жатқан жоқпыз. Міне тұр: Аллахумма ихди қауми. Араб тілінде грамматикасын, араб тілін зерттесеңіздер, кітапты менің, қазақ тілінде менің кітабым деп айтамын, меншіктеймін, тәуелді қыламын, менің кітабым, менің. Ал араб тілінде олай емес, басқаша: китаби, китабун, кітап. Енді мынау менің кітабым дейтін болсақ, китаби, жалғанады. Қауым, ол кімдікі екені белгісіз, әйтеуір бір қауым. Адам, инсан, бала, кімнің баласы екені белгісіз, бала. Бірақ соны тәуелдейтін болсам, менгі деп айтатын болсам, уалади, балади, отаным, қалами, айни, көзім, узуни, шари, шашым. Пайғамбарымыз не деді? Ана қауымды, мына қауымды деген жоқ, я Раббы, мына құлдарыңды деген жоқ, тәуелдемей сырып жоқ, менің тура жолға сал қауымымды, менікі деді. Көрдіңіз ба? Ал сол менікі деп тұрған қаумы қалай жақсылығын қайтарып тұр? Таспен атқылап қуып тұр. Сонда да сол арада бұларды демей ақ менің деп соны айтып тәуелдеп тұр да. Сонда біз кімнің қауымымыз, кімнің үмметіміз? Пайғамбарымыз өзі тектеп айтып кеткен, тәуелдеп. Пайғамбарымыздың не деді? Расында менің қауымым, бұндай залым болса да, осылай мені қуса да, олар оны істеп тұр. Не себепті? Расында, шындығында ла я'ламун, білместіктен. Нені білмеді ал? Жаратушы Алла тағала ұлық, және ол жарата алады Мұхаммед деген сияқты. Мұхаммед деген мінсіз кемелді. Мұхаммедке сондай мәртебені бере алады, бергенде, міне соны олар білмейді. Менің кім екенімді білмейді. Мен кім тараптан келдім? Мен кімге қарай жол көрсетем? Мен кіммін? Міне соны олар білмейді. Ал Алла тағала пайғамбарымызды қалай жаратты? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Бұл әлемдерге сен мейірім қылып жараттың. Демек, олар білмей тұр менің кім екенімді, Алла қалай мені жаратқаны. لِأَنَّهُ саллаллаху алейхи вассалам айнур рахма. Себебі пайғамбарымыз мейірімділіктің, ал мейірімділіктің көрінісі, мейірімділіктің анықтамасы, мейірімділіктің түсінігі өте көп алуан түрлі болып көрініс табады. Міне сол кез қалай болмасын, жалпылама мейірімділіктің көзі, басы ол Расулулла. Оған ешкім қарсы келіп таласпайды, 100% адамзат келіседі. Тіпті пайғамбарымызға қас жау болғандардың өзі, дұшпан болғандардың өзі ертең ол кісінің мейірім екені, мейірімдіктің көзі екені көз жеткізеді. Әлбетте ол өзіндігінен, тағы да айтамыз, өзіндігінен болған жоқ. Алланың мейірімділігін көрсету үшін ол мейірімнің көзі болу керек. Пайғамбарымыздың мейірімді екенін біз мойындап көз жеткізсек, онда жаратқан иесі, жаратушымыз қандай мейірімділікке ие, қандай мейірімді деп біз Аллаға қайтамыз. Міне сонда біз Раббымызды не істейміз? Ұлықтаған боламыз, Раббымызды сүйе бастаймыз. Сүйімізге себеп болған мейірімділіктің көзі жаратылған өзіміз сияқты.
жерге табысталды. Мұхаммадун Расулулланы түсінсек, білсек, міне сонда пайғамбар Алла тағалаға барамыз. Қала Аллаху азза ва жалла фабима рахматин миналлахи линта лахум. Әл-Имран 159 аятында Алла тағаланың өзі айтады пайғамбарымызға: сен бұл мейірімділікті қайдан алдың? Қандай мейірімділік бұл? Саған түрткі болған, сені сондай қылып тұрған. Яғни Алладан қандай мейірімділікті алдың сен? Міне көрдіңіз бе? Өзі бір мейірімділік жасаған жоқ, өзіндігінен шығарған жоқ. Бәлкім сен Алладан қандай мейірімділікті алдың? Соншалықты оларға не істейтін, мейірімді болып, кеңдік қылатын, кешіретіндей. Сайидуна валиюн. Келесі сипат есімі вали. Әл-валию хуа аллази таваллаху Аллаху бин-нусрати вал-ижабати وبالفضائل كلها وتولى المؤمنين بالهداية والشفاعة فهو ولي الله وولي للمؤمنين. Вали дегеніміз Алла тағаланың досы, жақыны, Алланың қамқорында, назарында, жеңісінде жүреді. Алла әрдайым ол құлының ісін оңға бітіріп отырады. Әрдайым ол құлының қалауын беріп отырады. Әрдайым ол құлының артықшылығын арттырып отырады, артықшылығын беріп отырады. Міне сонда ол Алланың жақын досы, Алланың қамқорындағы сүйікті құлы. Сондай-ақ тағы бір жағынан пайғамбарымыз қандай? Иман еткен, артынан ергендерге тура жолды көрсетуші, шапағат етуші. Міне сонда Алланың құзырында, Алланың назарындағысы, ал мына жақта иман еткендердің тура жолға бастаушысы, шапағатшысы, қамқоршысы. Міне мына жақта қамқорлыққа, Алланың қамқорлығын өзі бөлінгендей, мына жақта пайғамбарымыз иман еткендер қамқорлық қылып, назарын ұстап қамқорлық қылушы. Сонда екі жақта да осыны сипатқа ие. Келесі есімі сипаты сайидуна хақ. Міне хақ. Көрдіңіз бе? Сонда пайғамбарымызға барыңыздар, пайғамбарымызға барсаңыз хақты табасыз, пайғамбарымызға барсаңыз тура жолды табасыз, пайғамбарымызға барсаңыз Алланы табасыз деп жатқанымыз осы. Хақ, пайғамбарымыз өзі хақ, жаратылысы хақ, сөзі хақ, өмірі хақ. Ал осының барлығы қай хаққа апарады? Жалғыз хаққа апарады, ол Аллах. Фақат қала саллаллаху алейхи ва саллям: Аллаху хақ, вал джаннату хақ, ван нару хақ, ван набиюна хақ, ва Мухаммадун хақ. Бұл имам Бухариде келген, Муслимде келген, Ибн Маджада келген, Ан-Насаиде келген, Абу Даудта келген, Тирмизиде келген хадис. Қайтып оқиын: Аллаху хақ. Демек, хақтардың ішінде хақ ол Алла. Жаннатта хақ. Сондай-ақ тозақта хақ, пайғамбарларда хақ. Міне Мұхаммадун жеке дара пайғамбарлардың ішінен пайғамбарларды хақ дей отыра, пайғамбарлардың арасынан хақ деп тағы да арнайы түрде Мұхаммедті шығарды. Демек, осындай хақтардың ішіндегі хақ талассыз ол жаратушы Раббымыз. Одан басқа хақы жоқ. Бірақ сол хақтың дәлелі болған, сол хақтың мысалы болған хақ ол Мұхаммадун болады. Араб тілінде хақтың анықтамасы ол бекем болған, бекітілген, еш қашан өзгермейтін, жойылып кетпейтін нәрсе. Интифа дегеніміз жойылып кетуді қабыл етпейтін, жойылып кетуді қабылдамайтын. Демек, жойылуға бейімделмейтін, жойылуға жарамайтын нәрсе. Әрдайым бекем болып, шегеленген бір орында болатын нәрсе хақ. Пайғамбарымыздың бір есімі сайидуна хақ. Келесі сипаты сайидуна қауиюн. Қауиюн алал қиями би аъбаи рисалати ва қауиюн ли тахаммулихи ал-вахи вал Құр'ан аллази лау унзила ала джабалин ла тасадда'a хаза al-джабал лакиннаху қалбу набиюр рахма صلى الله عليه وسلم الذي خصه رب العزة بالقوة لقيام بما أمره به سبحانه فهو قوي بالله الذي تولاه وكفى وآوى ومن كان قويا بالله لا يغلب فقد خاطب عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي حتى وإن لم يستجب له أحد وجب عليه القتال الكفار منفردا في أعين الناس وحده لكن في الحقيقة من ورائه ربه جل وجل وعلا فهو قوي بربه وسيدنا جبريل وسائر الملائكة والمؤمنين.
قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. Tahrim surесі 4-ші аят. Мағынасы қауиюн дегеніміз қуатты, күшті. Қай мағынада? Оған елшілік жүктелген. Сол елшіліктің жүгі бар, елшіліктің қиындығы бар. Сол елшіліктің жүгін, міндеттемесін, жүктемесін көтеретін қуатты. Сондай-ақ уахиді қабылдап алатын күшті қуаты бар. Құранды жүрегімен қабылдады. Сол Құранды қабылдайтындай жүрегінде қуат бар, күш бар. Егер сол Құранды, Құранда баяндалған, білесіздер, Құранды тауға бергенде таудың өзі бас тартар еді, таудың өзі Құраннан тас құмға айналып, ұсақ құмға айналып ыдырап кетер еді, егер Құранды тауға бергенде. Демек, Құрандай ауыр жүкті Алланың сөзін, ауыр жүк деген Алланың сөзін бір жаратылыс көтере алмайды, бәлкім оны пайғамбарымыздың жүрегі көтерді. Тағы да айтайын сызып, оны өзіндігінен емес, бәлкім сондай қуатты жүрегіне де, өзіне де берген кім екен? Алла. Демек, ол қуатты күшті билля Алламен. Ол жеңіске жетті Алламен. Оның жүрегі Құранда көтеріп алды Алламен. Тіпті Алла тағала Ниса сүресінің 84-ші аятында айтады: «Фақатил фи сабилилля», Алла жолында шайқас, күрес, өзгеге міндеттеме. Айтпағы, сенің қасыңда саған иман етіп Алла жолында күресетіндер болмаса, табылмаған болса, қасында ешкім шықпаған болса, немесе Аллаға иман етіп ешкім келмеген болса, саған да еріп ешкім келмеген болса, онда ешкімді қинама да, ешкімге өкпелеме де, ешкімді қинама да, бәлкім Алла жолында өзің жалғыз шайқас деп тұр. Міндет болған пайғамбарымызға. Міндеттемелердің бірі міне осы аят. Пайғамбарымызға міндет болған, артынан еретін үммет болмаса да, бұл жолдан қайтпау керек, шайқасу керек. Сіз бен біздің көзімізде пайғамбарымыз сол сәтте әлемге жалғыз қарсы тұру мүмкін. Бірақ ол біздің көзімізде қарсы жалғыз тұрған сияқты болып көрінеді. Жоқ, ол Алламен тұр. Оның қасында Алланың жаратқан періштелері бар. Кім бастаған? Жибрил алейхиссалам. Сондай-ақ иман еткендердің ішіндегі ізгілері бар. Иман еткендер бөлек, олардың ішіндегі ізгілері бөлек. Сонда пайғамбарымызбен иман еткендер емес, бәлкім олардың таңдаулы сорты, ізгілері тұрады пайғамбарымызбен. Міне. Демек, пайғамбарымыз Раббысымен, періштелерімен, сосын иман еткендерімен болады. Сонда пайғамбарымызды қуаттап тұрған Алла субханаху ва тағала. Келесі есімі, сипаты Сайидуна Амин. Амин, ол баршамызға мәлім есім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан қиянат қылмаған, сенімді адам болған, кепілді адам болған. Пайғамбарлықты айтып, мен пайғамбармын деп, пайғамбарлығын баяндаудың алдында да, пайғамбарлығын көрсететін сәтке дейін ол кісі шамамен 40 жылдай ел аузында, кәпірлердің өзінде де сенімді, әмин болған еді. Тіпті кәпірлердің өзі, иман етпегендердің өзі алыс сапарға шыққанда, немесе тағы басқа жағдайларда қазынасын, үйдегі бай дәулетін, немесе қымбат заттарын пайғамбарымызға тастап қоятын дейміз, сенімді кепілдікке, немесе пайғамбарымызға беріп кететін. Сен бұны қарап тұршы, себебі сен сенімді, кепілді адамсың ғой деп. Міне көрдіңіз, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кәпірлердің затына ғана емес, біз саған сенеміз, саған табыстадық, сенің үйіңде тұра тұрсын, сен ешқашан қиянат етпегенсің, сондай адамсың деп тастап кеткен нәрсесіне ғана емес, бәлкім әмин, дінге әмин, Алланың оған жүктеген жүктемесіне де әмин, сонда аспан әлеміне де әмин, сонда жерде де пайғамбарымыз әмин, жаннатта да әмин, сондай Алланың жіберген уахи бар, періштелердің тұрады, сол уахиға да әмин. Көрдіңіз, сонда адам арасында ғана сенімді емес, пайғамбарымыз барлық әлемде сенімді. Пайғамбарымызға күдік келтіру мүмкін емес та, мүмкін ол өзімен өзі оңаша үйде отырғанда былай істеген шығар, немесе ешкімнің ойын оқи алмайды ғой, мүмкін ол бәленше жайында осылай ойлаған шығар. Жоқ,
алла сақтасын, хаша лилля, алла одан алыс етсін. Пайғамбарымыздың олай жасау мүмкін емес, себебі менің иманым, менің сенімім пайғамбарымыз. Ал пайғамбарымызда бұндай кемшілік болмау керек. Алланың сөзі пайғамбарымыздың жүрегіне түсті, сол жүректен, тілден шықты. Қалай ол кісі ондай кемшілік жасау мүмкін емес. Демек, сайидуна амин, барлық әлемде ол кісі амин. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыстан түскен олжаны үлестіріп жатады. Сол арада әл-араби, ол кісілер дөрекілеу болады, көшіп қонып жүргендіктен, малдың артында жүргендіктен сәл қаттылау болады. Қоршаған табиғат себепті, орта себепті. Пайғамбарымызға қарап тұрып, «И'дил фа иннака лам та'дил». Әділдік қыл. Мына үлестіріп жатсың ғой қазынаны, олжаны. Сен дұрыстап үлестір. Тең қып, әділ қып үлестір. Сен әділдік қылған жоқсың деп айтқан екен, дөрекілікпен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «Уайлака ман я'дилу иза лам а'дил». Қасірет болсын саған. Мен әділдік қып, тең қып бөлмесем, меннен басқа кім әділдік қылады, теңдік қылады деген екен. Истамананиллаху аля хазаинис самавати илля тастаминуни аля шахин ва баир. Алла тағала мені аспан қазыналарына, аспан қақпаларына сенімді қып, маған сол қақпаларды, қазыналарды табыстаған. Алла, сонда сендер бірнеше қой, бірнеше түйе, бірнеше алтынға сенімді қыла алмай отырсыңдар ма? Осындай бір болмыш бір дүниеге күдіктеніп тұрсыңдар ма? Алла мен аспан қазыналарына әмин, сенімді қып, маған сол сенімділікті берген болса, мағынасы мен істемегенде онда кім істейді деп тұр. Көрдіңіз ба? Сонда пайғамбарымыз кеп бізге жолды көрсетпесе, кім көрсетеді? Фахуа саллаллаху алейхи вассалам әл-әмин әл-мәъмум. Демек, әмин сенімді. Сондай-ақ мәъмун сенімді. Қай жағынан? Мен оған сене алам, ешқашан ол сөзін бұзбайды деп. Көрдіңіз ба? Сондай-ақ сенімді қай жағынан? Ол жақтан, ол тараптан да маған зиян келмейді. Көрдіңіз ба? Сонда әмин да, мәъмун да. Екі тараптан да. Берген затыма қиянат қылмайды. Сондай-ақ ол адамның өзінен, немесе сол пайғамбарымыздың өзінен осындай сипатқа ие болып тұрған. Маған зиян келмейді. Өзінен. Демек, пайғамбарымыз пайғамбарлыққа дейін, пайғамбарлығын айтарға дейін Меккеде осы есіммен таралған, осы есіммен мәлім болған. Амин әл-мәъмун саллаллаху алейхи уассалям. Мен сырымды Алла жаратқан ем айта аламын. Ол сырды тек Алла ғана біледі. Сондай-ақ періштелер біледі, жеткізуші. Бірақ өзім сияқты жаратылған бір жан білмейді. Міне тура сол сипатты Алла кімге береді? Пайғамбарымызға береді. Пайғамбарымызға барып мен сырымды айтқан болсам, уәжімді, қажеттілігімді, тағы басқа мұң, өкпемді айтқан болсам, ол пайғамбарымызда ғана қалады, болды. Ешкімге тарамайды, ешкімге жетпейді. Демек, әмин пайғамбарымыз. Ол сол кезде де әмин болған, қазірде де әмин, сол сипатта. Келесі сипат, есім Сайидуна Карим. Карим дегеніміз жомарт. Жаратылыстың ішіндегі ең жомарты ол талассыз пайғамбарым. Ибн Аббас, Алла разы болсын, оларға былай дейді: «Кәна саллаллаху алейхи вассалям акраму минас сахабил мурсалати ва кәна ла юрадду саилан абада фа ин а'та агна». Ибн Аббас, Алла ол кісілерден разы болсын, былай дейді: пайғамбарымыз мынау аспанда толып келген, түнеріп келген бұлт болады ғой, түнек болып, қап-қараңғы, көк көңгек болып, жаңбырды шелектеп құятын. Сондай аспандағы бұлттардан да жомарт болған. Самал желмен жиналып келген аспандағы тұрған бұлттың өзінен де не болған? Жомарт болған. Немесе тағы басқа сипаттамасы бар, пайғамбарымызды соған теңейді. Кешке самал жел болады.
күн батқан сәтте. Ол самал желдің кірмейтін жері болмайды да, жомарттығын жеткізуде желдің жаңағы кірмейтін жері, аялап өтпейтін жері болмайды да, сипалап кетпейтін жері болмайды. Барлық жерге кіріп кетеді. Барлық жерде сол жел табылады, самал табылады. Тура сол мағынада теңестіріп отырып, ұқсатып отырып айтқан, сол ескен самал желдің жомарттығынан да пайғамбарымыздың жомарттығы басымырақ еді деген. Тіпті ол жомарттығы, сол қол ашықтығы ораза айында көбейіп кететін деген, артып кетеді деген. Сұраушы адам келетін болса, сұрағанын беріп қана қайтармайтын, бәлкім не сұрамайтындай қылып қайтаратын. То береді, бай қылады, қайтып сұрамайтындай қылатын болған. Міне, демек, жомарттардың жомарты кім екен? Расулулла. Бізде елімізде мәрт деп жатамыз, жомарт деп жатамыз, қол ашық деп жатамыз, дәулетті деп жатамыз. Ондай жігіттер баршылық Алла тағала жаратқан. Бірақ сондай жомарттардың төресін кім қылды? Жаратып Мұхаммадун қылды. Неге? Себебі ол кімнің құлы? Кәримнің құлы. Кәрим дегенімізде жомарт. Алладан асқан жомарт. Қазынасы шексіз ешкім жоқ. Міне соны мысал қылып кеп түсіндіретін, сондай деңгейде сипатта болатын кім болу керек? Мұхаммадун болу керек. Қазынасы бітпейтін. Демек, сіз қаншама жомарттық қылсаңыз да, нені берсеңіз де пайғамбарымыздан асып түсе алмайсыз. Біз тек қана пайғамбарымызға ұқсауға, сондай болуға тырысамыз. Келесі сипаты мукрим. Мукрим дегеніміз ана жақта жомарт, бұл пайғамбарымыздың өзіндегі бойындағы сипат. Ал енді бұл жерде құрметтелген. Сонда өзге тараптан болып тұр бұл сипат. Құрметтелген, ел құрметке болған. Сайидуна мукрим, фахуал мукриму мин қибалиллахи азза ва джалла ва мукримун мин джамиил халқ. Пайғамбарымыз не? Сіз кейде құрметтелесіз, құрметке ие боласыз, шарапатқа ие боласыз, сонда ел-типатқа бөленесіз, ел алдында абыройға бөленесіз да, сіз бір тараптан ғана. Ел сөйтіп мақтайды сізді. Ал пайғамбарымыз олай емес. Бірінші, ол жаратушы Алланың құзырында да құрметтелген, сонда құрметті Алла тарапынан алып тұрды. Алла оны құрметтеп не істеп тұр? Көтеріп тұр. Сонда пайғамбарымыз жаратушы Алланың құзырында құрметтелген, Алланың құрметіне бөленген. Ал біз тек қана өзіміз сияқты пенделердің, жаратылғандардың құрметіне Алла нәсіп етіп құрметке бөлегісі келсе, мені құрметтейді осылай адамдар. Ал пайғамбарымыз олай емес, жаратушының өзі құрметтеген. Сондай-ақ Алла өзі құрметтеген болса, онда Алланың құрметінен кейін, Алла құрметтеп қойған жаратылысты кім қарсы келе алады? Құрметтемеймін деп. Жоқ, бәрі бойсынады оған. Алла оны құрметтеп жоғары мәртебе көтеріп тастаған болса, жаратылған Алланың жаратқан заттары, жаратылысының барлығы соған бойсынады, қарсы келмейді. Міне сонда Алла тарапында да құрметке болған, сондай құрметтелген, жаратылған жаратылыс тарапынан да баршаның тарапынан да құрметтелген, құрметке ие. Қала Аллаху Таала Әл-Фатх сүресі 9-шы аят: "Ва туаззируху ва туаққируху". Міне, оны құрметтеңдер, қастерлеңдер, тағзым етіңдер. Пайғамбарымызға деген құрметтің бірі, пайғамбарымыздың есімін жеке дара айтуға болмайды. Қай мағынада? Я Мұхаммад деп. Бұл құрметсіздікке жатады, әдепсіздікке жатады. Құрметтің толық болуы құрметке сай, әдепке сай, Алланың елшісі, немесе мырзамыз, төреміз Мұхаммадун, сүйікті Алланың құлы, сүйікті шапағатшым, сүйікті елшім деп, осындай құрмет сөздерін қосып айту, қолдану. Келесі сипат есім Сайидуна Мәкин. Мәкин дегеніміз мәртебеге, жоғарғы орынға ие. Сондай мәртебеде тұрған адамды Мәкин деген. Демек, бұл Алла құзырында да жоғары мәртебеге ие, әлбетте. Оны көтерген Алла. Сондай-ақ жаратылыстың ішінде де, Алла жаратқан жаратылыстың ішінде де біз не істегенбіз? Оны құрметті мекенге ие қылғанбыз, немесе құрметті мекенге көтергенбіз.
Келесі сипаты есімі Сайидуна Матин. Ана жақта Макин кәф болса, мына жерде Матин та. Матин дегеніміз берік, өте мықты. Берік дегеніміз үзілмейтін, сынбайтын. Матинун фиддин, матинун фи алақатихи би раббихи ва умматихи, ва айдан яти би ма'нал қуа ва шиддатул иртибат. Матин дегеніміз берік, мықты деген сөз. Үзілмейтін, сынбайтын. Сонда дінде де берік, сондай-ақ Алланың құзырында да берік, қай мағынада? Раббысымен болған байланыста да берік, сондай-ақ өзге жаратылыспен, үмметімен, адамдармен болған мәміледе де берік. Сонда көрдіңіз бе, пайғамбарымыздың сипаты екі тарапты болып отырады. Біздікі бір тарапты болады, кейде немесе бір тараптың өзі табылмай жатады. Келесі сипаты есімі Сайидуна Мубин. Ана жақта Макин кәф, Матин та, сосын бә, Мубин. Мубин дегеніміз لأنه هو الذي يبين ما أنزل عليه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Ан-Нахл сүресі 44 аят. Себебі сол пайғамбарымыз ғана, бауырлар, ағайын, пайғамбарымыз үмметі, Алладан түскен Алланың сөзі, немесе Алла баяндап жіберген, немесе вахи арқылы, періштелер арқылы пайғамбарымызға түсірген сөзін баяндайтын, ашып түсіндіретін, тәсірлейтін, ашықтайтын сол ғана міне түсіндіріп береді. Демек, бақыт дегенді кім түсіндіріп бере алады? Мен түсіндірем өзімше, өзімнің түсінігіме сай, өзімнің көргеніме сай. Сіз түсіндіре аласыз, түсінігіңізге сай, көргеніңізге сай. Демек, 8 миллиард адам бақытты. 8 миллиард түрлі түсіндіріп береді. Біз келіспейміз осыған, ешқашан бақыт мынау деп тоқтамаймыз, нүктесін қоя алмаймыз. Бақытты жаратқан Алла болған болса, бақыттың анықтамасын Алла ғана бере алады. Міне, демек, оны кім айтып береді, нүктесін қойып? Алланың үкімін, сөзін жеткізуші, баяндаушы Расулулла. Оған қатысты былай деді: саған зікірді. Зікір дегеніміз Құран сөзі түсірдік, жеткіздік, бердік, адамдарға түсіндіріп, баяндап беру үшін. Саған не түсті? Нені табыстадық? Соны сенің міндетің баяндап, ашықтап беру. Фалаулаху саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз болмаса, міне, сен болмағанда жаратпас едім әлемді. Бұл әлемнің баршасы. Тоқталып кетейін. Бірінші, жер, су, ауа, аспан, күн, жұлдыз, тағы басқа мені қоршаған, сізді қоршаған, бізді қоршаған бұл әлем кім үшін жаратылған? Мен үшін жаратылған. Бірінші, мені жаратпастан бұрын Алла жаратқан ем, хикметтің иесі, даналықтың иесі, құдіреті шексіз. Шексіздіктің өзі шексіздік болады. Себебі мен шексіз дегенде өзімнің шексіздігімді айтамын. Алла одан да шексіз. Лайса камислихи шей. Мені жаратпастан бұрын маған қолайлы жерді жаратады. Мен тіршілік ете алатындай, жүре алатындай. Оған дәлел Құранда көптеген аят бар. Мына әлемнің барлығын адам баласы үшін сахарна жараттық деген, қызметінде болсын деп. Мысалға, қойды бағасыз, бағып, семіртіп, барып бауыздап жеп аласыз. Осы сәтке дейін қойдың шағымданған сәтін естідіңіз бе? Жоқ. Жердің шағымданған сәтін көрдіңіз бе? Аламыз, жыртамыз, егеміз, жейміз. Міне, бұның барлығы адам деген Алланың жаратқан ерекше бір хикмасына толы болған, қалауы болған, назара түсіп тұрған, қалауын орындайтын, халифалық мәртебеге көтерілген құл үшін жаратылады, немесе жаратқан. Демек, бір-бірімізге байланыстымыз. Енді жаратқан құлдарын бір мақсатта жаратады. Демек, әлем біз үшін жаратылған. Біз енді не үшін жаратылдық? Мен, адам, саналы, ақылды, мен не үшін жаратылдым? Халифалыққа көтерілген, мәртебеге ие болған. Мен үшін не үшін жаратылдым? Оған қатысты Раббым не деді? Иннама халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Расында, немесе тек қана адамдарды, адам деген атауды, немесе адамдарды, және жандарды тек бір өзіме құлшылық қылсын деп, құлшылық жасасын деп жараттым деген. Демек, біздің жаратылысымыз түсінікті. Мына бізді қоршаған жаратылыс біз үшін жаратылған түсінікті болды. Олай болса,
мен жаратылған екенмін құлшылық үшін. Я Раббым, жаратылғанды түсіндім, яғни менің жаратылысымды түсіндім, құлшылық үшін жаратылған екен. Ал енді құлшылық қалай орындалады? Оны кім маған түсіндіріп береді? Мақсатым, миссиям түсінікті болды. Осы мақсатта келген екен. Оны кім түсіндіреді? Оны түсіндіретін, оны айтатын Расулулла, Алланың елшісі. Сонда көрдіңіз ба? Елшісі болмаса, мен не үшін жаратыламын? Жаратылғаннан кейін де жаратылдым дегіші, бірақ елшісі келмесе, онда мен айтамын: Я Раббым, сен мені жаратқан екенсің, құлшылық үшін дедің, бірақ сен сол құлшылықтың мән мағынасын түсіндірген жоқсың, көрсеткен жоқсың. Құлшылықтың мысалы болған жоқ деп мен өзіне қарсы келе аламын. Бекершілік болып қалады. Ал Алланың ісінде, Алланың жаратылысында бекершілік орын алмайды, немесе бекершілікке орын жоқ. Демек, сен болмасаң жаратпас едім әлемді деген сөз дінге қарсы жаңадан туындаған бидғат сөз емес, ширкке апаратын. Жоқ, бәлкім орынды түсінген адам үшін әлбетте Алла көкейін ашып, жүрегіне нұр салған пенде болса, бірден түсінеді. Демек, пайғамбарымыз болмаса, біз Құранды түсінбес едік. Алланың қалауында сезінбес едік, мақұлдамас едік, қалауына тоқтамас едік. Сол себепті пайғамбарымыз былай дейді: «Утитул Құр'ана ва мислаху ма'аху». Абу Даудта келген: «Утитул Құр'ан». Маған Құранды берілген, және сол Құран сияқты тағы басқа мысалы, Құранның мысалы тағы да Құранға ұқсаған тағы нәрсе берілген. Ол ғалымдарымыз хикма дейді, хадиси деп жатады. Тағы бір сөзінде «Хузу анни манасикакум». Мағынасы, мына қажылықтың рәсімдері бар, сол қажылықтың рәсімдерін маған қарап отырып, үйреніп орындаңдар деген екен. Алла пайғамбарымызды сипаттай отыра Әл-Имран 164-ші аятында былай дейді: «Ваюзаккихим ва юаллимухумул китаба вал хикма». Оларды тәрбиелейді, дұрыстайды, көркемдейді, үйретеді білмегендерін, Құранды, кітапты үйретеді. Кітап дегеніміз Құран, сондай хикманы үйретеді деген. Хикма деген даналық. Демек, бұл жерде айтылмай тұрған, сүннет деп айтылмай тұрған хикма, ол пайғамбарымыздың сүннет екен. Көпшілік ғалымдарымыз, тәпсірші ғалымдарымыз хикманы пайғамбарымыздың сүннеті, пайғамбарымыздың сөзі, пайғамбарымыздың өзі, сондай өмірі деген. Демек, пайғамбарымыз Алланың сөзін түсіндіреді, сондай хикманы түсіндіреді, немесе бізге бағанағы Құранда айтылмай тұрған, немесе айтылып біз түсінбей тұрған, көзіміз жетпей тұрған даналықты түсіндіріп беруші. فَيُزَكِّيهِمْ أَيْ يُنَقِّي قُلُوبَهُمْ مِنَ الْغَفَلَاتِ وَالْعَوَائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأُصُولِ إِلَى الْقَلْبِ السَّلِيمِ. Демек, пайғамбарымыз не істейді? Сау жүрекпен кір жүректің арасын ажыратушы. Жүрекке кедергі жасап тұрған кедергі дерттің бәрін кетіріп, жояды, тазалайды. Осылайша не істейді? Аллаға жол көрсетіп салады. Келесі есімі, сипаты пайғамбарымыздың Сайидуна Муаммил. Демек, пайғамбарымыздың артына ерген адам не істейді? Тура жолға түседі. Себебі пайғамбарымыз қолынан жетелеп отырып, баяндап отырады. Былай істе, былай істеме. Мысалға, бағанағы сипатына қатысты, есіміне қатысты баяндаушы деге келетін болсақ, пайғамбарымызға бар деп жатырмыз ғой. Пайғамбарымызға барсаң болды, бақытты табасың деп жатырмыз. Қалай? Мен іздедім, таппадым. Пайғамбарымызға келдім. Пайғамбарымыз маған қарап тұрып айтады: Ата-анаң бар ма? Я Расулалла, ата-анам бар. Онда сен ата-анаңа қызмет ет дейді. Міне, баяндады ма бақытымның жолын? Сондай-ақ пайғамбарымызға келем: Я Расулалла, мен ашуланшақпын. Не істесем? Пайғамбарымыз баяндайды: ашуланба. Басқа не айтасыз? Ашуланба. Басқа не айтасыз? Ашуланба. Пайғамбарымызға келем: Я Расулалла, кімге жақсылық жасасам? Сонда пайғамбарымыз айтады: анаңа дейді. Баяндады ма? Бақытты көрсетті ма? Тура жолды көрсетті ма? Анаңа. Я Расулалла, мен осындай жерде тудым, отаным осындай. Отаныңды сүй дейді, отаныңа қызмет ет дейді. Міне, баяндады ма? Баяндады.
Демек пайғамбарымызға бар деп жатқанымыз, пайғамбарымыз қалайда сізді алып жетелеп бойыңызда кемшіліктерді кетіруге тырысады. Сонымен жұмыс жасауға үйретеді, жол көрсетеді. Міне атанаң, міне досың, міне жолдасың, балаң, атаң, әкең, қарындасың, осылармен жұмыс істе деп қолыңнан алып жетелеп алып келіп көрсетеді. Сол себепті пайғамбарымызға барған адам бақытсыздықты кешпейді. Сайидуна муаммил, келесі сипат есімі, ай муаммилун ликулли ма ятлубуху мин раббихи ва мумкинан туқра муаммал لأن أمته فهو أملنا في الله عز وجل لأمته فهو أملنا في الله عز وجل وأمله عند الله مضمون لأنه أقرب الناس إلى الله وسيلة. Демек муаммил сондай-ақ муаммал араб тілінің құдіреті ғой. Қазақ тілінде құдіреті бар, өзіндік ерекшелігі бар, бірақ Құран тілі болғандықтан бұның да өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ харака дейміз, қойылатын бағын әрекет, соның өзгеріп кетуі сөздің толықтай мағынасын өзгертуіне апарады. Сайидуна муаммил дегеніміз үмметі бар ғой, біз артынан иман еткен үмметі қауымы, сол қауымының Алла құзырындағы үміті. Сонда біздің үмітіміз үмметтің иман еткен артынан ерген қоғамның немесе қауымының үміті Алла құзырындағы пайғамбарымыз. Үмітім менің намаз емес. Намаз құлшылық Алланың бұйрығы, бірақ ол менің міндетім. Құлшылық барлығы кез келген басқа да атаулары көп, ораза болсын тағы басқа, олардың барлығы құлшылық, бірақ міндетім, үмітім емес. Міндетімді атқарам, үмітім бірақ басқа нәрседе болады. Көпшілік намазында үміт етеді, оразасында үміт етеді, немесе оразасын үміт етеді, зекетін үміт етеді. Шын мәнінде зерттеп қарасаңыздар, үміт ететін нәрсе басқа, бұларда үміт етілу қиындау. Қай мағынада? Оны толыққанды орындаған адам аз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мен жәннатқа немесе Алланың мейіріміне амалмен кірмеймін деді. Демек, амал болар. Біз бұны міндет болғандықтан, құл болғандықтан, бұйрық болғандықтан орындаймыз. Ал үмітіміз міне осы кім? Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Егер біз оны муаммил кәсрамен оқысақ, ал муаммал деп оқысақ, муаммал дегеніміз Алла тағаланың құзырында пайғамбарымыздың сұралғаны беріледі. Сонда пайғамбарымыздың сұрағаны беріледі деген мағынаны алуға болады. Айтпағы сонда Аллаға ең жақын құл, құзырында болған құл сүйіктісі кім? Пайғамбарымыз. Міне сол тұрғыдан алғанда сұрағаның барлығы қайтарылмайды. Сұрағаның барлығы кепіл болып берілетін кім? Міне пайғамбарымыз. Сонда Алланың құзырында да басқа сипатты алып тұр, біздің тараптан да басқа сипат. Біздің үмітіміз, күдіксіз үмітіміз. Расулулла болса, Алланың құзырындағы сұрағаны қайтарылмай бірден берілетін кім? Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, пайғамбарымыздың үміті де Алланың құзырында. Пайғамбарымыздың үміті бар ғой енді, Алладан сұрап тұрған, үміттеніп тұрған, күтіп тұрған нәрсесі толық беріледі деп қайтарылмайды. Пайғамбарымыздың өзінде де. Біз оны білеміз, сол иман етіп тұрмыз. Біз не деп айтамыз? Алла пайғамбарымыздың сұрағанын екі етпейді. Алла сұрағанын береді деп тұрмыз. Тура сол сияқты пайғамбарымыз да солай үміт етеді. Пайғамбарымыз солай иман еткен, солай біз сендік қой. Демек, Алланың құзырында пайғамбарымыздың да үміті бар. Не деп? Сұрағаны беріледі. Сұрағанын беріледі деп тұр. Тура сол сияқты біз де сондаймыз. Алланың құзырындағы біздің үмітіміз кім ол? Мұхаммед Расулулла. Біз одан сұрасақ, ол қайтармайды деген сияқты. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бағана айттық, кәрим еді, жомарт еді. Сұрап келгендердің қолын ешқашан қайтармаған, бір жан қайтармаған. Рухани мәселе болсын, руханиятын қайтармаған. Руханиятқа қатысты мәселесі. Мәдди, материалдық мәселе болсын, материалдық мәселесін бермей қайтармаған. Бәлкім бәрін беріп отырған. Қазіргі таңға дейін алып келе жатырмыз, осылайша қияметке дейін болады. Тіпті Алланың құзырына барған сәтте де сол жомарттығы көрінеді. Келесі сипаты есімі Сайидуна зу қуа. Бұл бағана айтылған, оған ұқсас қуат иесі.
Фақат а'таху Аллаху минал қуввати ма ла татахаммалухул джибал. Міне, Алла тағала сонда қуат берген, күш берген, қайсарлық берген, ол қуатты таудың өзі көтере алмайды. Сонда пайғамбарымызға сонда қуат берілген, таудың өзі көтере алмайтын қуат берілген. Құранды жүрегімен алды, Құранды жүрегіне алды. Демек, жүректердің ішіндегі ең мықты қуатты жүрек ол Расулуллахның жүрегі. Міне, сонда Алла тағала не істеп тұр? Қазынасы шексіз екенін көрсетеді. Жарата алады екенін көрсетіп тұр. 8 миллиард адам бар. Бізге дейін қаншама адам болды, бізден кейін де қаншама адам кетеді. Солардың ішінде сондай мысал болған, идеал болған, қай тараптан алма мінсіз болған, кемелді жарата ала ма екен? Жарата алады. Сол кемел кім болып тұр сіз бен біз үшін? Расулулла. Жүрегі мықты. Келесі сипат есім Сайидуна зу хурма. Зу хурма дегеніміз бізде құрмет деп жатамыз. Сол құрмет араб тіліндегі хурма. Құрмет дегеніміз оған әдепсіздік қылуға болмайды, дөрекілік қылуға болмайды. Оның мәртебесі бар, әдепті қылу керек, сыйлау керек. Ол сый-сияпатқа ие, шарапатты деген сөз. Міне сонда пайғамбарымыз Алланың құзырында да сонда құрметке ие. Сондай оның артынан ерген адамдар немесе үмметінің ішінде де құрметке. Тіпті иман еткендер емес, жалпы жаратылыстың ішінде Алла жаратқан. Хурмаға ие. Хурмаға дейміз құрметке, бағана шарапатқа, лауазымдық мәртебеге ие. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сипатқа ие болу керек. Себебі Алла тағала пайғамбарымыздың бойындағы осы сипатпен иман еткендерді сынайды, және сондай-ақ иман етпегендерді сынайды. Сонда пайғамбарымыз бұндай сипаттарға, есімдерге не үшін ие болып тұр? Алла пайғамбарымыз арқылы иман еткендерді сынайды. Аллаға сен толық иман ете алдың ба деп. Сондай-ақ иман етпегендерді сынайды. Неге? Мұхаммедун арқылы өзінің сипатын көрсетеді. Қаулул мусанниф, келесі пайғамбарымыздың сипаты есімі зу макана. Ол бағанағы есімге ұқсас, пайғамбарымыз жерде де жоғары мәртебеге ие, аспан әлемде де жоғары мәртебеге ие. Келесі сипаты Сайидуна зу из. Ол да сол қадір қасиеті жоғары, мәртебесі жоғары. Сайидуна зу фадл. Ол да бағанаға айтылған жоғарғы айтылып кеткен сипаттарға ұқсас, бұл артықшылық иесі, кеңдік иесі. Айтпағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кеңдігі, артықшылығы үмметке дейін өте көп. Айтып бітіре алмайсың. Біз бағана оны есіген самал желге ұқсаттық. Міне, сол есімге ұқсас. Келесі сипаты Сайидуна мутаун мин умматихи би амриллахи та'ала ва ати'у Аллаха ва ати'у расул. Ат-Тағабун 12 аят. Мута дегеніміз пайғамбарымыз сондай сипатта, солай келген бой ұсынылушы. Демек, пайғамбарымыз Алла тағаланың бұйрығымен, бірінші Алла бұйрық етіп тұр, сонда ол өзіге айтып тұрған жоқ, маған бой ұсыныңдар деп. Бәлкім оған бой ұсыныңдар деп бой ұсынушылықты бұйырып тұрған Алла. Сонда пайғамбарымыз қандай? Бой ұсынылушы. Сонда сипатта. Неге? Алла тағала былай деп бұйырған. Аллаға бойсыныңдар да бұйрық Алладан келіп тұр. Сондай-ақ және де пайғамбарға немесе елшіге. Демек, көрдіңіз бе? Елшіге бойсынғандығыңыз Аллаға бой ұсынғандығыңыз. Бой ұсынушылықтың міне қағидасы осындай, анықтамасы осындай. Мен Аллаға бойсындым деп тұрып, бойсындым деп айта тұрайы, немесе солай ойлап жүрсіз, елшісіне бойсынбаған болсаңыз, бой ұсынушылықты толық жасаған жоқсыз. Алланың өзі әдейі келтіріп тұр, бой ұсынушылық осылай толық болады, кемел болады. Осында шарт орындалған кезде ғана деп тұр. Қашан? Аллаға бойсыныңдар және оның елшісіне ең соңында кеп тұр. Демек, елшіге бойсынушылық Аллаға бойсынушылыққа апарады. Келесі сипаты есімі Сайидуна қадаму сидқ.
قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Иман еткендерді сүйіншіле, пайғамбарымыз айтып жатыр, иман еткендерді сүйіншіле, олар үшін Раббыларының құзырында, жаратқан иелерінің құзырында, Құдайдың құзырында олар үшін, иман еткендер үшін не бар? Шындықты айтатын не бар? Олар үшін сондай сый-сияпат бар. Бұл жерде қадаму сидқ дегеніміз шындық қадамы деп тұр. Шындық қадамы деген бұл жерде қадамның өзі емес, бәлкім сол шындықты айтатын адамды меңзеп тұр. Бәлкім бұл кім екен? Пайғамбарымыз. Себебі пайғамбарымыз сол мағынада жаратылған, сол үшін келген. Сонда Алланың құзырында шындықты айтатын, Алланың құзырында бізге шапағат ететін, Алланың құзырында сөзімді сөйлейтін, Алланың құзырында дәлел ететін кім бар? Пайғамбарымыз бар. Соны айтып сүйіншіле деп жатыр. Ана фаратукум яумал қияма. Демек, пайғамбарымыз өзі айтқан екен, Бұхарида, Муслимде келген сахих хадисте, қиямет күні сендерді аманап қалатын, сендер үшін қазына болатын менмін деген екен. Демек, қадаму сидқ, шындық қадамы дегеніміз, ол пайғамбарымыз мырзамыз екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге сүйіншілеп айтып кеткен еді, мені іздеңдер, мен сендерді күтем деп, жанымызды тапсырған кезде, қабырға түскен кезде, таразыға барған кезде, қайтып тіріліп жиналған сәтте, немесе соңғы сәт бағанағы хауд, пайғамбарымызға берілген қауыз, немесе бағанағы көл, өзеннің басында іздеңдер деген, сосын жаннатта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді ешқашан сүйген құлдарын, Алланың немесе өзінің артынан ерген үмметін ешқашан тастамайды. Бұны қарапайым мысалмен түсіндірсек, айғақ деп айтуға болады. Дәлел, сіздің кепілдігіңіз деп айтсақ болады. Қадаму сидқ дегеніміз. Арабша тікелей аударғанда шындық қадам. Айтпағы, сіз қазыға келе жатсыз. Қазыға бір мәселені шешіп алу үшін, даулы мәселені. Сол кезде сіз сенімді қазыға келе жатсыз. Сенімділікті беріп тұрған нәрсе, сізде не бар? Қолыңызда айғақ бар. Сіз үшін ақтап шығатын мына жақта бір сенімді нәрсе бар. Барған кезде күдіксіз, ол мен үшін жауап береді, ол мен үшін тұрып береді деген сияқты. Арқа сүйетін бір затыңыз бар. Қолыңызда айғақ бола ма, дәлел бола ма, тағы басқа бола ма, немесе сол жерде үлкен бір би отыра ма, сіз үшін тұрып беретін. Міне сондай сеніміңіз болған кезде сіз қорықпай қазыға барасыз. Тура сол сияқты Алла тағала бізге де сондай пайғамбарымызды жаратқан айғақты дәлелді берген. Міне соны Алла тағала Құранда өзі айтып кеткен, иман еткендерді сүйіншіле, Раббыларының құзырында сондай шындықты айтатын аяқ бар. Аяқ деген аяқ емес, бұл жердің мағынасы бағанағы айғақ, дәлел. Аллаға шүкір, бізге осындай мейірім қып жатқанына Аллаға мадақ, альхамдулилля. Сабағымыздың бүгінгі соңғы сипаты, соңғы есімі Субханакаллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима.